Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін апельсиннің адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Апельсин диаметрі 5 және 10 сантиметрлік дөңгелек пішінді цитрус жеміс. Оның қызғылт сары түсті қабығы мен етті мәйегі және сүйегі бар. Ал дәмі сұрыбына байланысты және тәттіден ащыға дейін өзгереді. Сондай-ақ тәтті және ащы апельсин болады. Ең көп таралған түрі тәтті апельсиндер. Олар тағам дайындауда, медицинада және косметологияда қолданылады. Ащы апельсиндер тәттілер мен ликерлерге дәм, хош иіс береді. Апельсинді жылдың кез келген мерзімінде таба аламыз. Олар тасымалдауға шыдамды және ұзақ уақыт күтпеген жағдайда сақтала береді. Апельсиннің ең ірі жеткізушілері Үндістан, Испания, Мексика, Бразилия, Қытай, ақш. Апельсиннің пайдасы: апельсинді бөлек және салаттардың құрамына қосып қолдануға болады. Оларды ет тағамдарына ерекше дәм беру үшін қосады. Сондай-ақ апельсиннен шырындар мен мармелад және косметикалық маскалар жасайды. Сүйектер мен буындар үшін апельсиннің құрамында кальций сүйектің тінінің негізгі болып табылады. Ал апельсинді үнемі қолдану туралы сүйектерді қатайтуға болады. Сонымен бірге апельсин ревматоидты артрит және артеросклероздың дамуына жол бермейді. Жыныс жүйесі үшін апельсиндегі антиоксиданттар мен С витамині ерлер ағзасының репродуктивті функциясын қалыпқа келтіре және көтере отырып, ұрықтың сапасын және шапшаңдығын жақсартады. Ал фолий қышқылы баланың кеміс дамуына әкеліп соқтыратын генетикалық зақымданудан қорғайды. Тері үшін апельсиндегі С дәруменді коллаген шығара отырып, терінің жағдайын жақсартады және әжімдерді азайтады. Сондай-ақ бұл жеміс терідегі тігіс пен тыртықты қайтарып, бетте қалған безеудің орындары мен пигментті дақтарды азайтады. Иммунитет үшін С дәрумені вируспен күресуге көмектеседі және суық тию мен ауамен жұғатын аурулардың қайталануын болдырмайды. Сондай-ақ аскорбин қышқылы рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Апельсиннің зияны мен қарсы әсері: апельсинді кейде сатып алған бізде қышқыл болып шығады. Онда не істеу керек? Апельсин цитрус жемістерге аллергия болса, қандағы калийдің деңгейі жоғары болса, асқазан ішек жолдарының ауруларына шалдықса қарсы әсер беруі мүмкін. Егер апельсинді қалай тұтыну керектігі және жөнінде ұсыныстар дұрыс ұстанатын болсаңыз, онда жеміс шамадан тыс желінген кезде ғана ағзаға зиян болуы мүмкін. Апельсиннің зияны мындай белгілермен байқалады: ішектің бұзылуы, іш өту, іштің кебуі, қыжыл, жүрек айну, құсу, бас ауруы, салмақтың көбеюі, ұйқысыздық, бүйрекке тас жиналуы. Апельсинді қалай таңдау керек? Апельсин жұлынып жиналғаннан кейін піспейді, сондықтан тек піскен апельсин таңдаңыз. Жеуге жарамды жемістің түсі міндетті түрде біркелкі болмайды. Оның қабығы жасыл немесе қоңыр да болуы мүмкін. Бірақ жұмсақ дақтар мен зеңнің белгілері бар апельсинді сатып алудан аулақ болыңыз. Апельсиннің иісіне қарап, оның балғындығын анықтау қиын. Себебі бұл жеміс әрдайым цитрусты хош иіс береді. Ал қабығы тегіс және өзінің де салмағы үлкен апельсиннің шырыны көп болады. Апельсиннен қандай өнімдер дайындалады? Апельсин цукаты, апельсин тосабы. Апельсинді қалай сақтау керек? Апельсинді бөлме температурасында сақтап, күн сәулесінен алыс ұстаңыз. Жемісті пакетке салмай, ауа тікелей тию үшін тоңазытқышта сақтау керек. Екі жағдайда да апельсиндерді сақтау мерзімі 2 апта, себебі цитрус жеміс өзінің пайдалы қасиетін осы уақытқа дейін сақтайды. Ал апельсин шырынын тұз, мұз қатырып, пішініне құйып, мұздатқышта сақтауға болады. Бірақ апельсин қабығының үгіндісінің герметикалық шыны ыдысқа салып тоңазытқышта сақтаңыз. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.